Бір күні Жанар апай үнсіз ғана: «Туыстарың сені көруге келеді екен», деді. Мен орнымда отырып қалдым. Жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. «Кім?» дедім ақырын. «Әкеңнің әпкесі. Сол кезде сендерді бірер күн паналатқан әйел бар еді ғой. Мен ол әйелді жақсы білетінмін. Сол үйде ұйықтап жатып, оянып кеткенімде, бір бөлмеде ішіп отырған ер адамдар, әйелдердің ашулы күбірі, менің сұрағаным үшін ұрысқан көздер есімде. Ол кезде мен кішкентай едім, бірақ қорқыныштың иісін жақсы танитынмын. Ол әйел келді. Қасында екі қызы. Қымбат пальто, биік өкше. Мен ескі трико, кен жемпір киіп тұрдым. Бірақ мен олардың көзіне емес, ішіндегі ниетіне қарап тұрдым. «Қызым-ай», деді ол сылқ етіп орындыққа отырып, «не жетпеді саған? Әкең жылап қалды. Сен ғана түсінбедің оны. Қандай әке қызын жек көрсін?» Мен үнсіз болдым. Ішімде дауыс шықты: «Айт, енді үндемеу өзіне опасыздық». Мен тік қарап: «Ол мені жақсы көрген жоқ. Жақсы көретін адам қол көтермейді. Жақсы көретін адам бөлменің есігін жауып алып, мені басқа біреудің қолына тастамайды». Ол сасып қалды. «Әй қызым, бала едің ғой, бәрін бұлай қабылдама. Мүмкін сен тым сезімтал болған шығарсың». Сол сәтте мен жарылып кетердей болдым. Тұрып кеттім. Мені кімнің ұрғанын, түнде менің төсегіме кімнің кіргенін, менің ішімде не сынды, бәрін мен білем. Сендер үнсіз болдыңдар. Сендер көрдіңдер, бірақ ештеңе демедіңдер. Сол үнсіздік мені жылдар бойы түрмеде ұстады. Олар үндей алмай қалды. Мен көзіме жас алған жоқпын. Жыламадым. Тек енді мен сендердікі емеспін. Енді менің өмірім менікі. Қан туыстық менің жарамды ақтамайды». Жанар апай есік жаққа тұрды. Ештеңе демеді. Бірақ оның көзінен «естіп тұрмын» деген сөзді көрдім. Кешке мен бөлмемде жалғыз қалдым. Дәптерімді ашып жаза бастадым. Бүгін мен оларға қайтып ешкімнің бұғауында болмайтынымды айттым. Мен енді ұялып үнсіз жүрмеймін. Себебі мен ұялатын ештеңе істеген жоқпын. Енді ұялатын олар. Жанар апай есік қақты. «Кірейін бе?» «Иә». Ол жайлап кіріп, менің бетіме қарап отырды. «Сен бүгін өзіңді ғана емес, басқа үнсіз жүрген қыздарды да қорғадың», деді. Мен көзімді жұмдым. Тынысым тереңдей түсті. Бүгін мен өзімді босаттым. Бұл әлі соны емес. Бірақ енді мен ояндым.